Бүгінде Жамбыл облысының орталығына айналған Тараз қаласы өзінің 2000 жылдық тарихымен баршамызға мәлім. Ұлы жібек жолының бойында орналасқан Тараз шаһарында әртүрлі маңызды оқиғалар орын алған. Ал елін, жерін сүйетін, өзінің отанын қастерлейтін азаматтарды тәрбиелеуде осындай маңызды оқиғалардың рөлі өте үлкен. Сонымен бірге көне Тараз шаһарында әртүрлі ескерткіштер орналасқан. Айша бибі кесенесі 11-12 ғасырлардағы сәулет өнерінің көне ескерткіші. Айша бибі кесенесінің ою өрнегі мен сән салтанаты жағынан Қазақстандағы ешбір кесене оған тең келмейді. Айша бибі кесенесі Жамбыл облысы Айша бибі ауылында орналасқан. Сәулет өнері ескерткіші орта ғасырдың басында көне қаланың орнында Жамбыл облысы Талас ауданы Қызыларық ауылының Талас өзенінің оң жағалауында орналасқан. Күмбез 14 ғасырда салынған, ол толықтай қиратылған. Оны 19 ғасырдың 80 жылында фотосурет арқылы белгілі. Оны 2002 жылы жеке кәсіпкер Момышев қайта қалпына келтірді. Туған жердің тарихы